Сәлем арна көрермендері, осы қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Орыс әлемін құтқарушы Мәсіх Тоқаев Путинге ТМД елдер аясында орыс тілін насихаттайтын ұйым құруды ұсынды. Негізінде Тоқаевтың өз анасы орыс тілін қорғауы табиғи нәрсе, қанына тартпағанның қары сынсын демекші. Тоқаев өз миссиясын тамаша орындауда. Себебі өзі Примаковтың аузынан түсіп аумай қалған баласы болғаннан кейін әрине өз ана тілі орыс тілі мен орыс әлемін сақтап қалуға бар күшін салады. Әлбетте, өз отаны Ресейге деген сүйіспеншілігі мен патриоттық сезіміне сүйсінесің енді. Ал қазақ тілі әрине Тоқаевтың ана тілі емес. Енді алдағы 7 жыл Тоқаев Примаковты жағымпаз жалағаштардың арқасында президент болып сайланса және елге кірген қашқан 2 миллион орыстардың қолдауымен жаңа Қазақстанды орктердің тың игеру оккупациясы қайта бастау алып, орыс әлемінің салтанат құруына Тоқаев қазақ елінің мүддесін құрбан етіп жүзеге асырмақшы. Негізі орыстың Тоқаев сияқты адал ұлдары тұрғанда орыс әлемі өміршең болады. Орысша бла-бла білім алған адам ешқашанда қазаққа қызмет етпейді. Тоқаев Примаковтың пейілі қазаққа келгенде шөл, орысқа келгенде көл. Шөл болғаны соншалықты қанды қаңтарда қазақтарды итше аттырып қырып тастады. Абайлаңыз, орыс әлемін құтқарушы Мәсіх келді.